діни радикализмді біз діни сауатсыздықпен байланыстырып жатамыз. Бірақ кейбір жағдайда шет елдерде білім алған, діни білімі жетілген жастардың өзі радикалданып жатады. Бұл жердегі негізгі фактор діни сауатсыздық емес, дінді дұрыс түсінбеу, дін мәселелерін бір жақты түсіну салдарынан осында радикалданудың көрінісі қоғамда белең алады. Сондықтан ең маңызды мәселе діни радикализмде дінді дұрыс ғылыми негізде үйрену. Сонымен қатар радикалданудың алғы шарттарының бірі бұл мына рационалды ойлау. Адам ақыл иесі болғандықтан ақылды біз дінде қолдана білуіміз. Яғни діни мәтіндерді ақылдың аясында түсіндіру. Біз діни мәтіндерді, Құран, хадис мәтіндерін ақылмен талдамай, ақыл таразысымен өлшемей, жалаң түсінетін болсақ, радикалданудың алғы шарты осы жерде көрініс табады. Сондықтан біз әсіресе ислам дінінде діни мәтіндерді дұрыс түсінуіміз керек. Өйткені тарихта да, күнімізде де түрлі радикал топтардың барлығы, радикал емес топтардың да, тұлғалардың барлығы бір аят, бір хадиске жүгінеді. Бірақ әртүрлі түсінік. Сондықтан Құран мен хадистерді дұрыс, рационалды, ғылыми негізде түсініп, талдап, түсіндіретін болсақ, ол кезде радикалданудың алдын аламыз.